сөйлеу өте қиын. Оның алдына сөзді жазып ұйқасы тауып алып келу тіптен қиын. Оны жазғандағы үтір нүкте сызықша екпе орны тіпті бөлек. Сондай қиын болды, бірақ шын жүректен шықты. Әуелі мені өзіме жеке айтатын болсам, бастауышта 209 мектепте 4-ші сыныпқа дейін оқып, 5-ші сыныпта әкем қолынан жетектеп, осы аудан бойынша жалғыз аудан орталығында нөмір 45 Ақорда мектеп гимназиясында менің қызым білім алсын, ерекше жақсы жерде, жақсы ортада болсын деп алып келген болатын. Сонда Әділбаева Захия апайымыз біздің менен мектептің оқушы антын қабылдады. Оны өте жақсы айтып бердім жатқа. Қазақ тілінен 30 сұрақ менен тест алды, 30-нан 30 бал алдым. Және диктант жаздырған болатын. Диктантты бір қатесіз жаздым, бірақ почеркім өте нашар еді. Сонда сен қызым почеркім нашар екен, ойланып көреміз деп сөзді естідім. Бірақ бар арманым осы мектепке қабылдану еді. Осылайша қысқаша тарихын айтып беріп жатырмын. Жаңағы келіннің бетін кім ашса сол ыстық дейді ғой. Захия апай өзімнің анамдай болып кеткен кісі, әр кезде амандығыңызды тілеп отырамын. Ақмар апайдың алдында болмасам да мейіріміңізді сезініп келдім. Гүлнар апайдың орны болса да ерекше біз үшін. Сіздердің қай-қайсыңызға орындарыңыз ерекше. Сіздерге арнайлап кішкене шымақтар айтып берейін. Құрметті ұстазымыз Әділбаева Захия Алтынбекқызы, бүгін біз сіздің шәкірттеріңіз мектеп қабырғасынан түлеп шыққанымызға 20 жыл толғанда қайта қауышып отырмыз. Сіз бізге тек білім ғана емес, өмірлік бағыт бағдар, тәртіп пен адамгершілік дарыттыңыз. Сіздің әр сөзіңіз, әр қамқорлығыңыз жүрегімізде мәңгі сақталады. Бүгінгі біздің жетістігіміз сіздің еңбегіңіздің жемісі. Сізге зор алғысымызды білдіре отырып, денсаулығыңыздың мықты, отбасыңыздың аман болуын тілейміз. Сіз біз үшін әрдайым ұстаз дегендей атақты, лайықсыз, атаққа лайықсыз. Сіздің берген тәлім тағылымыңыз өмір бойғы азығымыз. Ұстазым, ардақты, асыл тұлғамыз, сіз жаққан жарқырап тұр шамшырағымыз. 20 жыл өтсе дағы әлі бізге сіз берген рух пен жігер қазынамыз. Қазақ тілі, қадірлі, қастерлі сөз, сол сөзді сүйгіздіңіз біздерге сіз. Жетелеп әлеміне әдебиеттің сөз қадірін біздерге үйреттіңіз. Ұстаздық ұлы жолы үлгі болған біздер үшін орасан еңбегіңіз. 30 жылдық кездесуде алла қалап, аман болып, ортамыз